Қазақстанда 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларациялаудың 3 кезеңі енгізіледі. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, дара кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырады. Шетелдегі мүлік иелері жылжымайтын мүлікті, әуе, теңіз және өзен кемелерін, көлік құралдарын және сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын ақшаны көрсетеді. Қазақстандағы және одан тыс жерлердегі мынадай ақпаратты жариялау міндетті. Тұрғын үйдегі үлес, бағалы қағаздар, цифрлық активтер, инвестициялық алтын, авторлық құқық объектілері, 10 000 айлық есептік көрсеткішке дейін қолма-қол ақша, дебиторлық және кредиторлық берешек. Басқа да мүлік, егер оның құны бірлігіне 1000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болса, декларацияны электронды түрде kgd.gov.kz, салық төлеуші кабинеті, egov.kz электрондық үкімет порталы, e-салық азамат, халық банк мобильді қосымшасы және egov мобайл мобильді қосымшалар арқылы 15 қыркүйекке дейін тапсырылуы тиіс. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны жеке тұлғалар тұрғылықты жері бойынша